Саламатсыздарбы окуучулар, бүгүнкү биздин өтөтүн тақырыбымыз кирiştirilген шарттарды программалау. Кел ойланайык. Күнделиктүү өмүрдөн карапайым және курамдуу шарттарга кандай мисал келтире аласың? Бүгүнкү биздин үйрөнөтүнүбүз Python программалоо тилинде кирiştirilген шарттарды калай курастырууга болот. Бүгүнкү сабагыбыздагы жаңа угумдар: кирiştirilген шарттар, условия встроенные, built-in conditions, курулум, конструкция, структура. Жаңа билим. Шарттар менен жұмыс істеу барысында екіден көп тармактардан туратын шарттар менен жұмыс істеуге туура келеді. Мындай шарттарды орындау үчүн бирнече шарт текшерүү оператору кажет. Шарт текшерүү операторунун курамында экинчи шарт текшерүү оператору колдонулса, мындай шарт текшерүү кирiştirilген шарт текшерүү деп аталады. Python бағдарламасында мәліметтерді енгізу және шығару ең негізгі болып есептелінеді. Мәліметтерді пернетақтадан енгізу input функциясының көмегімен жүзеге асырылады. Input функциясы қазақ тілінен аударған кезде енгізу деген мағынаны білдіреді. Экранға программа нәтижесінің жұмысын шығару үшін print шығару функциясы қолданылады. Print функциясы қазақ тілінен аударған кезде шығару деген мағынаны білдіреді. Кірістірілген шарттарды қолданудың төмендегідей үш нұсқасы бар. Бұл нұсқалардан жазылу құрылымымен және сол құрылымды практикалық тұрғыдан түсінуге көмектесетін мысалдармен танысайық. Жақсы, енді бірінші нұсқамыздың программа кодын енгіземіз. Жақсы, ендігі кезекте есебімізді талдайық. Атен int, input, int дегеніміз енгізу деген мағынаны білдіреді. Else, егер енгізетін санымыз 0-ден үлкен болса плюс 1, 0-ден төмен болса минус 1, яғни 10 сан ол 1, теріс сан минус 1 шығарады. Ал егер 0 деп тіркейтін болсақ, нәтижесінде 0 шығарады. Енді тексерейік есебімізді. Қазір 56 деп тіркейік. 56 ол 10 сан, яғни 1 шығарады нәтижесі. Егер минус 56 дейтін болсақ, онда минус 1 шығарады, яғни теріс сан. Ендігі кезекте 0-ды жазатын болсақ, онда 0 нәтижесінде шығады. Кірістірілген шарттарды қолданудың екінші нұсқасының программа кодын енгіземіз. Енді есебімізді талдайық. А және Б сандарын енгіземіз. Одан кейін, егерде бұл жерде нәтиженің қалай шығуы А санына байланысты, яғни егер А санымыз Б санынан үлкен болса, онда екеуінің айырмасы шығады. Ал егерде А санымыз Б санымыздан кіші болса, онда екеуінің қосындысы шығады. Ал егер А санымыз теріс сан болатын болса, яғни минус сан болатын болса, онда екеуінің квадраты іске асады. Енді нәтижесін қарастырайық. А-тен 6 енгіземіз, Б-тен 9. А санымыз кіші болғандықтан екеуінің қосындысы 15 болады. Енді келесі тағы да бір қарастырайық. А-тен 12, Б-тен 1. Яғни А санымыз үлкен болғандықтан екеуінің азайтындысы іске асады. Енді А-тен минус 8, Б-тен минус 9-ды енгіземіз, 64. Яғни А санының теріс болғандықтан 8-дің квадраты нәтижеге шығады.
Кірістірілген шарттарды қолданудың үшінші нұсқасын программа кодын енгіземіз. Енді енгізген есебімізді талдайық, яғни А және Б санын енгіземіз. Бұл есепте де А саны тәуелді болады. Бірінші А, одан кейін Б саны қараластырылады. Яғни егер А саны жұп сан болатын болса, онда А саны мен Б санының қосындысы іске асады. Ал егер А саны тақ сан болатын болса, онда нәтижесінде 0 деп шығарады. Енді жазған есебіміздің нәтижесін қарастырайық. А тең 4, Б тең 2. Яғни А саны бұл жерде жұп болғандықтан, А мен Б-ның қосындысы нәтижеге шықты. Енді А тең 7, Б тең 2 деп енгізейік. Яғни А бізде тақ сан болып тұр, яғни нәтижесі де бізде 0 болады. Ескерту. Операторларды бір-біріне кірістіріп пайдалану кезінде әрбір else өзінің алдындағы if-ке тиесілі болады. Бір мезгілде 2-3-тен артық if операторын кірістіріп қолданбаған жөн. Себебі бұлай қолдану программаны күрделі құрылымға алып келеді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.